Достар, сәлем барлықтарыңызға. Менің есімім Гүлімжан. Мен сіздерді бүгін атомды көшбасшы атты онлайн марафонда қуана қарсы аламын. Бүгінгі бірінші тақырып Atomy компаниясымен танысу. Компанияны сіздерге таныстырмас бұрын кішкене өзім туралы айтып өтіп кетейін. Менің жасым 33-те, 2 баланың анасымын. Atomy компаниясының серіктесімін. Өзім 12 жыл авиация саласында жұмыс жасаймын. Соның ішінде 11 жыл Air Astana авиакомпаниясында ұштым. Кейінгі 1-2 жыл Fly Astana авиакомпаниясында осы жергілікті рейстерде ұшамын. Fly Astana авиакомпаниясына ауысқан себебім шетелге ұшпай, Қазақстанда болып, өзімнің бір ісімді бастайын деген ой болады. Енді Atomy компаниясына тоқталатын болсақ, Atomy бұл оңтүстік кореялық интернет-магазин арқылы желілік маркетинг бойынша жұмыс жасайтын компания, яғни қысқаша айтқанда бұл сетевая компания. Бірақ Atomy компаниясының басқа дәстүрлі сетевой компаниялардан артықшылықтары, өзгешеліктері өте көп, мүлдем ұқсамайды деп айтсақ та болады. Өзіміз біле беретіндей, негізі сетевой компанияларда адамдар ұната бермейді. Тек қана Қазақстанда емес, бүкіл әлемнің адамдары ұнатпайды деп айтсақ болады. Оған себептер өте көп. Бүгін сол себептерді қарастыратын боламыз. Бірақ айтып кететін нәрсе, Atomy компаниясында сол жағымсыз себептердің ешқайсысы жоқ деп айтуға болады. Ал енді онда бастайық. Ең бірінші себеп ол басқа сетевой компанияға тіркелу үшін кіру ақысын төлеу керек. Яғни басқа компанияларға тіркелген кезде адамдар сол компанияның тауарын, өнімін алу қажет болады, немесе ақшалай кіру ақысын төлеп тіркеледі. Ал Atomy компаниясында ондай мүлдем жоқ. Бізде тіркелу абсолютті түрде тегін. Өздеріңіз байқаған шығарсыздар, компанияға тіркелген кезде сіздерден компанияның өнімін алу керек деген талап болған емес. Екінші біздің айырмашылығымыз басқа компаниялардан, бізде ай сайынға белсенділік, ежемесячный активация деген ұғым тоже жоқ. Мысалға басқа компанияларда қатысушылар өздеріне керек пе, керек емес пе, жеке тауар айналымын жасайды, каталогтар жабады, үйінен 20-30 мың теңгені ай сайын сол компанияға беріп тұрады. Ал бізде ондай жоқ. Бізде қатысушы өзінің кез келген уақытында, кез келген суммаға тауар ала алады. Осылай басқа компанияларда партнерларының көмегі арқылы искусственный, яғни жасанды тауар айналымы жасалады. Ал Atomy компаниясына ондай жасанды тауар айналымы қажет емес, өйткені біздің компанияда бізден партнерлардан басқа компанияның тауарын сүйетін, компанияның тауарларын қуана алатын өзінің тұтынушылары бар. Сол себепті бізге бұндай жағдай бізде мүлдем жоқ. Төртінші айырмашылығы біздің компанияның тауарларының сапасында және бағасында. Көптеген сетевой желі компанияларда өздеріңіз білесіздер, тауарларының сапасы нашар болып келеді, бірақ оған қарамастан бағалары кәдімгідей қымбат. Ал Atomy компаниясының тауарларының сапасы өте жоғары, халықаралық сертификаттары бар. Соған қарамастан бағалары қолжетімді. Компанияның президенті мистер Пак Хан Гиль осы Atomy компаниясын ашқанда абсолюттік сапа және абсолюттік баға деген ұстанымды қолданған. Яғни бұл принцип бойынша әлемнің кез келген түкпірінде бір адам абсолютті сападағы тауарды, өнімді, яғни өте жоғары сападағы өнімді абсолюттік бағада, яғни қолжетімді, тиімді бағада сатып ала алса екен деп. Енді Atomy компаниясы Қазақстанда ашылып жатыр. Енді әрқайсымыздың осындай мүмкіншілігіміз бар. Компания 2009 жылы оңтүстік Кореяда ашылған, сосын бір жылдан кейін 2010 жылы ақш елінде ашылды. Қазір компания ресми түрде 17 мемлекетте жұмыс жасайды. Соның ішінде Канада, Малайзия, Сингапур, Камбоджа, Ресей мемлекеттері сияқты дамыған мемлекеттер бар. Қарап тұрсақ, Atomy компаниясы ең алғаш болып, мысалға ақш сияқты дамыған елдерде ашылған. Ол нені білдіреді? Әрине, компанияның тауарларының сапасының өте жоғары екеніне, өйткені ондай дамыған мемлекеттердің адамдарының, мемлекеттің өзінің компанияға деген талаптары өте жоғары болады. Яғни Atomy компаниясы сол талаптарға сәйкес келген халықаралық компания десек болады. Осы барлықтарыңыз компания тіркелген кезде сіздерге ID номері берілген. Ол ID номермен сіздер халықаралық платформада жұмыс жасай аласыздар. Яғни сіздің командаңызда, сіздің астыңызда осы 17 мемлекеттің азаматтары болуы мүмкін. Мысалы, менің өзімнің командамда Ресейден, Қырғызстаннан, Әзербайжаннан адамдар бар. Сол сияқты сіздер де осы мемлекеттерден партнерлар, қатысушылар іздей берсеңіздер болады. Келесі тақырып Atomy компаниясында қалай ақша табуға болады, қалай жұмыс жасау керек. Ең бірінші айта кететін нәрсе, Atomy компаниясында сату деген жоқ, яғни нет продаж. Біз бұл жерде тауарларды адамдарға сатпаймыз. Яғни негізі тауарды сату деген өте қиын нәрсе, ол кез келген адамның қолынан келе бермейді. Бірақ біз Atomy компаниясында тауарларды сатып емес, тауарларды адамдарға ұсынып, яғни рекомендовать етіп ақша табамыз. Яғни мысалға, ондай рекомендацияны күнделікті түрде бәріміз жасаймыз. Мысалға,
Мен бүгін Алиэкспресстен бағана не сатып алдым. Тауарым келді Қытайдан, топик және юбка сатып алдым. Мен сразу сол мезетте WhatsApp арқылы сестренкама жібердім, мамама жібердім, осындай күшті алдым, 2000 теңгеге күшті топик деп, сендер де алыңдар деп. Яғни қарап тұрсаңыздар, мен өзімнің шынайы ой пікірімен өзімнің достарыммен бөлістім, яғни олар да осындай жақсы сапалы дүниені арзан бағада алса екен деп. Atomy компаниясындағы біздің жұмысымыз тура осылай. Біз еш нәрсені сатпаймыз, керісінше адамдарға скидкамен жақсы тауарды алуға көмектесеміз. Яғни ол адамдарды компанияға тіркейміз, сол біз шақырған адамды компанияның өнімін алған кезде бізге компания сол үшін қаржылай марапаттайды. Маған осы компанияда осылай жұмыс жасаған өте ұнайды, өйткені қалай айтсам болады, адамдарға жабысып тауарды сатпайсың, керісінше жақсы сапалы дүниені қолдануына көмектесесің. Сол сияқты Atomy компаниясының өнімдерін адамдар осына отырып жақсы табысқа қол жеткізуге болады. Тағы айта кететін нәрсе, компанияда жұмыс жасау үшін бір арнайы бір білімнің қажеті жоқ. Компания өзі сіздерді семинарлар арқылы, тренингтер арқылы, осындай марафондар арқылы сіздерді өзі үйретеді, оқытады. Ең бастысы сіздерде ниет болу керек. Енді барлықтарыңызға қайырлы күн деп айтқым келеді. Келесі сабағымызда кездескенше сау болыңыздар.